Барлығымыз Голливуд фильмдерін күнде көреміз. Голливуд фильмдерінде барлығын өмірдегідей көрсетеді, бірақ кейбір образдары фильмнің мықты шығуы үшін алып тастайды. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Голливуд фильмдерінің қателіктері жайлы айтамын. Қаһармандар әрқашан кек алады. Шын өмірде полицейлер адамдарға кек алуға жол бермейді. Фильмдерде басты қаһарман әрқашан қарсыласынан кек алып жүреді. Ал полицейлер оқиға орнына 10 минут өткен соң қылмыскердің денесін алып кету үшін келеді. Көптеген фильмдерде қаһармандардың 1 сағат бойы төбелесіп жатқанын көреміз, бірақ шын мәнісінде естен тану үшін бетке тиген бір қатты соққыда жеткілікті. Жаман адам жақсы ата алмайды. Фильмнің басында қатал болған адам алдына тұрғандарды бір оқпен өлтіреді. Ал соңында жақсы адаммен бетпе-бет келгенде өзінің бағытына дәл ата алмайды. Тіпті жақын ара қашықтықта тұрса да. Терезеден секіру оңай. Фильмдерде көптеген адамдардың терезеден секіріп ешқандай да жарақатсыз жүргенін көреміз, бірақ оны шын өмірде қайталасаңыз, ол ауыр жарақаттарға келуі мүмкін, тіпті өліп кетуіңіз де мүмкін. Басты қаһарман өзін, отбасын қорғау мақсатында 10 шақты адам өлтіреді. Қоғамдық орындарды қиратады, бірақ соңында полицейлер келгенде оны соттамайды. Ал егер ол шын өмірде болса ше? Сіз деміңізді су астында ұзақ ұстай аласыз ба? Егер көптеген фильмдерде көрсек, су астында минуттан көп жүретіндерді байқаймыз. Ал шын мәнісінде су астында 30-60 секундтан артық демімізді ұстасақ, есімізді жоғалтамыз, егер стресс болса. Бензин мен темекі үлкен жарылысқа келеді. 2007 жылы ғалымдар оны тексеріп көрген, бензинге бірнеше рет темекі лақтырған, бірақ бірде-бір рет жанбаған. Ұшып баратқанда сөйлесу. Көптеген фильмдерде жоғарыда ұшып жүргенде сөйлесетін сәттерді көреміз. Шын мәнісінде ұшып бара жатқанда давление сізге дұрыстап сөйлесуге мұрша бермейді. Көптеген фильмдерде көліктің есіктерінде қорғанып жатқан адамдарды көреміз. Шын мәнісінде көліктің есіктерінен оқ өтпейді емес, оп-оңай өтеді. Тіпті қорғанып тұрған адам не жарақаттанып, не өліп кетуі мүмкін. Ғарышта дыбыс бар. Кейбір фильмдерде, мысалы Star Wars, Armageddon, ғарышта жүріп жарылыстың дыбыстарын естиді, бірақ шын мәнісінде ғарышта ешқандай да дыбыс естілмейді. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury ClickFuss каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.